Алжир. Африканың жүрегінде жатқан алып мемлекет. Әлем бойынша аумағы жөнінен алғашқы ондыққа кіреді. Ал оның жерінің 90% шөл далаға тиесілі. Бұл жерде таңғаларлық бір жайт бар. Бензин судан да арзан. Елде бір тиында қарыз жоқ. Мемлекет қаржылай толық тәуелсіз. Заң алдында олар көп жағдайда шектеулерге тап болады. Бірақ Сахара құмдарына шыққанда өзін еркін патшайым сезіне алады. Шөл дала өмірді тартып алғандай көрінгенімен, дәл осы шексіз кеңістік нағыз еркіндікті сыйлайды. Бұл елде бәрі біз үйренген дүниелерден өзгеше. Артық еңбекқорлық үшін жұмыстан босатуы мүмкін. Байлықтарын жария етпейді, керісінше жасырады. Аспанмен таласқан зәулім ғимараттар салмай, өз халқын тегін баспанамен қамтиды. Көшеде адамдардың басым бөлігі французша сөйлейді. Алайда бұл ресми тіл қатарында да жоқ. Көз алдыңызға елестетіңізші. Ауыз судан да арзан бензин. Ал аяқ астыңызда әлемдегі ең ірі мұнай мен газ қорлары. Алжир 5 мемлекетпен шектеседі. Ливия, Мали, Марокко, Нигер және Тунис. Картаға көз салғанда ол солтүстік Африканың алып жүрегі іспетті көрінеді. Мұнда тек байлық емес, стратегиялық маңызы зор қазыналар шоғырланған. Бұл ел әлемдегі ең ірі мұнай мен газ қорына ие. ОПЕК құрамына кіріп, Еуропаның жартысын энергиямен қамтамасыз етеді. Мұнай, газ, фосфат, темір, уран барлығы да осы жердің қойнауында. Алайда ең таңғаларлығы Алжир Африкадағы сыртқы қарызы жоқ жалғыз мемлекет. 2008 жылы ол барлық берешегін мерзімінен бұрын өтеп, ешкімге қарызсыз елге айналды. Жер аумағының 90%-ын ұшы қиыры жоқ Сахара шөлі жауып жатыр. Көпшілік үшін шөл өлім мен бос кеңістіктің бейнесі. Күндіз аптап ыстық 50 градусқа дейін көтерілсе, түнде температура күрт төмендеп нөлге жетеді. Бірақ алжирліктер үшін, әсіресе туарегтер мен берберлер үшін бұл қарғыс емес, қайта ата-бабасынан қалған қасиетті мекен. Олар осы құм арасынан тек сынақты ғана емес, нағыз еркіндікті сезінеді. Мұндай қатаң ортада қалай өмір сүруге болады? Жауап: табиғатпен соғыспай, керісінше онымен үйлесім тауып өмір сүру. Осы көзқарастың арқасында ғасырлар бойы шөлдің төсінде әлі күнге дейін даналығымен және сәулеттік шешімдерімен таң қалдыратын құпиялы қалалар бой көтерді. ЮНЕСКО мұрасына енген бұл аңғарды 10 ғасырда ибадиттер қоныстанып, 5 қала тұрғызған. Оның орталығы Гардая. Қала тас пен балшықтан сомдалған алып мүсінге ұқсайды. Тар көшелер лабиринт іспетті. Қабырғалары ақ түспен боялып, күн сәулесін қайтарады. Сәулет өнерінің барлығы бір мақсатқа бағытталған. Ыстықта салқындық сақтау және болмашы самалды да ұстап қалу. Қалаларда оларды білімді, белсенді, хиджаб киген күйде ноутбукпен жүргенін көресіз. Ал ауылдық жерлерде құқықтары шектеулі болса да, отбасында ақылшы әрі қадірлі орынға ие. Заң бойынша әйелдерге ажырасуға, жұмыс істеуге, тіпті бизнес жүргізуге рұқсат берілген. Бірақ бұл құқықтардың шынайы іске асуы аймаққа байланысты өзгереді. Туаректермен жүздескенде әйелге деген көзқарасыңыз түбегейлі өзгеруі мүмкін. Олардың қоғамында матрилиниалдылық сақталған. Мұра ана жағынан өтеді, ал әйелдер ықпал мен еркіндіктің
айрықша үлесіне ие. Ал жерде артық еңбек ету міндетті түрде мақтау әкелмейді. Керісінше, шектен тыс жұмыс істеген адам сынға да ұшырауы ықтимал. Мұнда асығыстыққа мән бермейді. Ұжымдық тепе-теңдікке көп көңіл бөлінеді. Біреудің өзгелерден көп жұмыс істеуі әрқашан жетістік ретінде бағаланбайды. Францияның отары болғанына 130 жылдан астам уақыт өтсе де, француз тілінің ізі өшпеді. Қазіргі таңда ресми тілдер араб және бербер тілі. Дегенмен, француз тілі әлі де бизнесте, университеттерде және мемлекеттік мекемелерде кеңінен қолданылады. Олар үшін жұмыс басты мақсат емес, тек күнделікті тіршіліктің бір бөлігі. Ал нағыз құндылық, тыныштық пен өмірдің дәмін сезіну. Бір шыны, кофені асықпай ішу, ұзақ түскі асқа уақыт бөлу, немесе достармен әңгіме дүкен құру, бұл олардың мәдениетінде киелі әдетке айналған. Әрине, тиімділік маңызды, бірақ ол адамдық қарым-қатынастан немесе жан тыныштығынан жоғары қойылмайды. Батыс көзқарасымен қарағанда, мұндай өмір салты жалқаулыққа ұқсауы мүмкін. Алайда, шын мәнінде бұл уақытты бағалаудың, өмірді асықпай сүре білудің өзіндік философиясы. Ал жерде өмір сүру бұл үнемі екі әлемнің арасында жүру. Қарапайым адамдар үшін тамақ өте арзан. Кішкентай кафеде $2-3 бастап түскі ас жейсіз. Бірақ сол уақытта қонақүйлер мен халықаралық қызметтер Еуропадағыдай қымбат. Мұнай мен газдан түскен кіріс халыққа тікелей жетпейді. Субсидиялар арқылы нан мен отынды арзан ұстайды. Бірақ жалпы өмір сапасы байлыққа сәйкес емес. Бұл үлкен әлеуметтік теңсіздікке әкеледі. Ал жерде 3 тіл күн сайын қолданылады. Араб, бербер және француз. Ресми тұрғыдан француз тілі мойындалмаған, бірақ барлық маңызды іс-қағаздар, бизнес және жоғары білім осы тілде жүргізіледі. Бұл тарихи парадокс. Бұрынғы отаршыл тіл бүгін статус символына айналды. Француз тілін білу бұл жоғары білім мен қоғамдық позицияны білдіреді. Туарег халқы, Сахараның көк адамдары, өздерінің көшпелі өмір салтын сақтап қалған. Олар үшін шекаралар бұл картадағы сызық қана. Олар ақшаны емес, малды, жұлдызды, аспанды және ғасырлар бойы дәстүрлі білімді бағалайды. Ал жерге саяхат бұл жай ғана көрікті жерлерді аралау емес, жаңа дүниетанымға үйрену. Мұнда әрбір тас тарихпен демалады. Оның көшелерінде жүру уақытпен саяхат. Ежелгі Рим мен Ислам династияларынан бастап отарлық Франция мен қазіргі Африкаға дейін барлығы бір жерде. Алжир шөл ортасындағы жұмбақ. Ол бір уақытта тартады да, таң қалдырады да. Мұнда өткен болашақпен кездеседі. Дәстүрлер заманауилықпен қатар өмір сүреді. Мұнда мұнай судан арзан, ал шынайы құндылық мәдениет пен адамдарды құрметтеуде жатыр. Егер сіз бір күні Алжирге барсаңыз, әлемге ешқашан бұрынғыдай көзбен қарамайсыз. Бұл ел адамға өзінің дүниетанымын толық өзгертуге мәжбүр етеді. Алжир бұл тек географиялық нүкте емес, бұл философия, бұл өмірге деген басқаша көзқарас. Мұнда материалдық байлық рухани дамумен қатар жүрмейтінін, дәстүр мен заманауилықтың қалай қатар өмір сүретінін, еркіндік пен шектеулердің бір уақытта қалай болатынын көресіз.